15 қыркүйекте Петропавл қаласында Жамбыл және Володарский көшелері қиылысында 5 автокөлік соқтығысты. Жол көлік оқиғасының салдарынан зардап шеккендер жоқ. Көлік құралдары механикалық зақымданған. Жол көлік оқиғасының себебі қашықтықты сақтамаған. Жүргізушілер соқтығысуды болдырмау мүмкіндігін, сондай-ақ қауіпсіз қозғалысты қамтамасыз ету үшін алға қарай қозғалысын көлік құралында дейін осындай қашықтықты және осындай бүйірлік аралықты сақтауы керек. Жол көлік оқиғасы бойынша ГАЗ және Лада автокөліктерінің жүргізушілеріне қатысты Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 610 бабының 1 бөлігі бойынша әкімшілік хаттамалар толтырылды және оларға 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде әкімшілік айыппұл салынды.